қазақ әдебиетінде болмаған үлгі ол Абайдың қара сөздері. Абайдың қара сөздері көркем шығарма түрінде емес, ақынның өмір сабақтары туралы туындайтын даналық, философиялық түйіндерін жинақтаған. Абайдың 24-ші қара сөзіне кезекке берейік. Абайдың 24-ші қара сөзі. Жер жүзінде 2 миллионнан да артық көп адам бар. 2 миллиондай қазақтар бар. Біздің қазақтың достығы, дұшпандығы, білім табуы, өнер іздеуі ешқандай халқыға ұқсамайды. Біз бір-бірімізді ұрлап, жаулап отырғанымыз. Бізде 3 миллионнан да артық көп халқымен қала бар. Дүниенің бас-аяғын аралап шыққан адамдар көп. Біз жер жүзінде қоры болып бір-бірімізді аңдып жүре береміз бе? Жоқ, біз өтірікті, өсекті, ұрлауды тастап, жақсы күніміз болар ма екен? Қайдар, 100 қараға 2 шықса аңды жүр ғой, бірін-бірін құртпай тыныш табалар ма?